Бүгінгі сабақтың тақырыбы функцияның графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазу. Берілген функцияның графигіне қандайда бір x нөл нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін мына формула арқылы жазамыз. Яғни берілген функцияның туындысының x нөл нүктесіндегі мәнін x минус x нөл айырмасына көбейтеміз, плюс берілген функцияның x нөл нүктедегі мәнінің өзін жазамыз. Яғни берілген мына бір функцияның x нөл нүктесіндегі жүргізілген жанамасының теңдеуін жазу керек. Ол үшін біз осы формула бойынша туындының x нөл нүктесіндегі мәнін және берілген функцияның x нөл нүктесіндегі мәнін табамыз. Берілген функцияның x нөл нүктесіндегі мәнін тауып алайық бірінші. Яғни берілген функцияның x нөл нүктесі 2 болады. Берілген аргументтің орнына 2-ні қоямыз. 2-нің квадраты минус 1 бөлінген 2. 2-нің квадраты 4 минус 1 бөлінген 2. 4-тен 1-ді алсақ 3 бөлінген 2. Яғни берілген функцияның x нөл нүктедегі мәні 2-ден 3-ке тең болады екен. Енді туындысының осы x нөл нүктесіндегі мәнін табамыз. Ол үшін берілген функциядан туынды тауып алуымыз керек. Бөлшектің туындысын табу ережесі бойынша бірінші бөлшектің бөліміндегі тұрған өрнекті квадраттап бөлшектің бөліміне жазамыз. Ал алымындағы тұрған өрнектің туындысын, яғни x квадрат минус 1-дің туындысын табамыз. X квадраттың туындысы 2x-ке тең, минус 1-дің туындысы 0-ге тең. Оны көбейтеміз бөлшектің бөлімінде тұрған өрнекке. Минус бөлшектің алымында тұрған өрнектің өзін жазамыз да, көбейту бөлімінде тұрған өрнектің туындысын табамыз. Яғни x-ның туындысы 1-ге тең. Осыны ықшамдап алайық. Сонда бөлшектің бөлімінде x квадрат, 2x-ті x-ке көбейтсек 2x квадрат. Енді минусы бар жақшаны ашсақ, минус x квадрат плюс 1 болады. 2x квадраттан x квадратты азайтсақ, x квадрат плюс 1 бөлімінде x квадрат болады. Яғни берілген функцияның туындысы осы. Енді туындының x нөл нүктесіндегі мәнін табамыз. Яғни туындыдағы x-тердің орнына x нөлдің берілген мәнін қоямыз. 2-нің квадраты плюс 1 бөлінген 2-нің квадраты. 2-нің квадраты 4-ке тең, 2-нің квадраты 4-ке тең, қосу 1, сонда 4-тен 5 деген мән шығады. Осы табылған мәндерді формулаға қоямыз. Сонда y тең берілген функцияның x нөл нүктедегі туындысының мәні 4-тен 5-ке тең болды. X минус x нөлдің мәні бізде 2. Қосу берілген функцияның x нөлдегі мәні 2-ден 3 болған. Енді жақшаны ашып, ұқсас мүшені біріктіреміз. 4-тен 5-ті x-ке көбейтсек, 4-тен 5x болады. Минус 4-тен 5-ті 2-ке көбейтсек, 2 мен 4 қысқарады да 2-ден 5 қалады. Қосу 2-ден 3-тің жақша сыртындағы өзі жазылады. Енді 4-тен 5x-тің өзі, оны немесе 1/4-тен 1 деп жазсақ та болады. Енді минус 2-ден 5 плюс 2-ден 3. Ортақ бөлімі 2 болып тұр. Ортақ бөлімі 2 болып тұр. 5-тен 3-ті азайтамыз 2, минус 1 болады екен. Яғни берілген теңдеудің берілген функцияның графигіне x нөлдің мәні 2 болғанда жүргізілетін жанамасының теңдеуі 1/4-тен 1x минус 1 болады. Егер y-тен kx плюс b түзуі y-тен f от x функциясының графигіне x тең x0 нүктесінде жүргізілген жанамасы болса, және альфа жанаманың OX осінің оң бағытымен жасайтын бұрышы болатын болса, онда мына теңдік дұрыс болады. Яғни k тең f от x0. Яғни k мына x-тің алдында тұрған сан бұрыштық коэффициент дейтін біз оны. Яғни бұрыштық коэффициентіміз f функцияның x0 нүктесіндегі туындысының мәніне тең болады. Немесе альфа бұрышының тангенсіне тең болады. Яғни бұл альфа бұрышы OX осінің оң бағытымен жасайтын бұрыш деп қарастырдық. Яғни бұл жердегі альфаның мәні, егерде туынды оң болса, туындының мәні оң теріс емес болса, онда арктангенс f от x0 арқылы анықталады. Ал егерде туындының мәні теріс болса, яғни екінші ширекте болса, онда π плюс арктангенс
f' x0, яғни мына жерде жанама OX өсінің оң бағытымен доғал бұрыш жасап тұр, ал мына жерде жанама OX өсінің оң бағытымен сүйір бұрыш жасап тұр. Енді бізге мынандай бір тапсырма беріледі. Y тең түбірасында 2x плюс 3 функциясының қай нүктесінде жүргізілген жанама OX өсінің оң бағытымен 45 градус бұрыш жасайды дейді. Яғни альфаның мәні 45 градусқа тең берілген функция бар. Енді осы функцияның қай нүктесінде жүргізілген жанама, яғни жанаманың функциямен жанаманың жанасу нүктесін табу керек. Ол үшін не істейміз? Біз жаңа өзіміз айтып кеттік, альфа 45 градус болса, онда тангенс альфам орнына қойсақ, тангенс 45 градус болады, оның мәні 1-ге тең. Енді f функциясының x0 нүктесіндегі туындының мәні тангенс альфаға тең дедік. Яғни тангенс альфаның мәні 1 болса, онда f' x0-дің мәні 1-ге тең деген сөз. Берілген функцияның x0 нүктесіндегі туындысының мәні 1-ге тең. Олай болса, біз берілген функцияның туындысын тауып аламыз. Бұл түбір астында u, яғни 1 бөлінген 2 түбір астында 2x плюс 3 болады. Көбейту, ішіндегі 2x плюс 3-дің туындысын тапсақ, 2x-ның туындысы 2-ге тең, 3-дің туындысы 0-ге тең. 2 мен бөлшектің бөлімінде тұрған 2-ні қысқартып жіберсек, 1 бөлінген түбір астында 2x плюс 3 болады. Яғни, бұл берілген функцияның туындысы. Енді осы туындының x0-дің мәні қанша екенін табу үшін бағанағы 1-ге теңестіріп теңдеу шешеміз. Яғни 1 бөлінген 2x0 плюс 3 тең болады 1-ге. Бұдан пропорцияның қасиеті бойынша түбір астында 2x0 плюс 3 тең 1. Теңдіктің екі жағында квадраттап жібереміз. Сонда бізде бөлшек түбірден мынау шығады. 2x0 плюс 3 шығады, а 1-дің квадратын 1 дейміз. Плюс 3-ті теңдіктің оң жағында минус 3-пен шығарсақ, 2x0 тең болады, 1 минус 3 минус 2 болады. Бұдан x0-дің мәні минус 1-ге тең екен. Яғни, аргументтің мәні анықталды. Енді оны бар берілген функциядағы x-дің орнына қоятын болсақ, y-дің мәні, яғни функцияның мәнін тауып алуға болады. y0 тең түбір астында 2 көбейтілген минус 1 плюс 3. 2-ні минус 1-ге көбейтсек минус 2, оған 3-ті қоссақ плюс 1, плюс 1-дің түбірі 1-ге тең. Яғни біз былай деп жауап берсек болады. Минус 1-де абсцисасы минус 1, ординатасы 1 болғанда нүкте арқылы жүргізілетін жанама OX өсінің оң бағытымен 45 градус бұрыш жасайды екен. Айталық, y тең k1 x плюс b1, ал екінші түзудің теңдеуі k2 x плюс b2 формуласы арқылы берілген. Егер екі түзудің бұрыштық коэффициенттері өзара тең болса, яғни k1 мен k2 тең болса, онда бұл түзулер өзара параллель болады екен. Ал егер k1 мен k2 бұрыштық коэффициенттердің көбейтіндісі минус 1-ге тең болса, онда бұл екі түзу өзара перпендикуляр болады. Осы қасиеттерді бір мысалда қарастырып көрейік. Айталық, y тең түбір астында x функциясының графигіне жүргізілген жанама y тең x минус 5 түзуіне параллель болады. Яғни жанаманың теңдеуін жазыңдар дейді. Жанаманың біз өзіміз жаңа ғана айтып өткендей, біздің іздеп отырған жанамамыз y тең x минус 5 түзуіне параллель болғандықтан, жанама мен осы берілген түзудің бұрыштық коэффициенттері өзара тең болады. Бірінші осы берілген түзудің бұрыштық коэффициенті 1-ге тең болып тұр. Яғни x-дің алдында тұрған сан 1, бұрыштық коэффициент 1-ге тең. Олай болса, f'(x0)дің мәні 1-ге тең. Яғни бізде бағанағы теңдеуімізде бұрыштық коэффициент f'(x0) дегенбіз. 1-ге тең болып тұр. Олай болса, берілген функцияның туындысын тауып аламыз. y' түбір астында x-тің туындысы 1 бөлінген 2 түбір астында x. Осы өрнекті 1-ге теңестіреміз. Яғни 1 бөлінген 2 түбір астында x0 тең болады 1-ге. Бұдан пропорцияның қасиеті бойынша 2 түбір астында
x0 тең 1. Одан көбейту 2-ні ары қарай шығарып жібереміз. Түбірасында x0 тең болады 2-ден 1-ге. Екі жағында квадраттап жіберсек, x0 тең 4-ден 1 болады. Яғни мынаны екі жағында квадраттадық. Сонда бізге мынандай тапсырма берілген екен. Y-тен түбірасында x функциясының графигіне x0-дің мәні 4-ден 1 болғанда нүктесі арқылы өтетін жанаманың теңдеуін жазу керек. Яғни бізде функцияның x0 нүктесіндегі туындысының мәні белгілі. Енді функцияның өзінің x0 нүктесіндегі туындысының мәнін тауып алайық. Яғни f-ат 4-ден 1. f-ат 4-ден 1. Мына жерге барып қоямыз. Түбірасында 4-ден 1. Оның мәні бізге 2-ден 1 болады екен. Енді формула бойынша жанаманың теңдеуін жазамыз. Y тең f-ат штрих x0-дің мәні бізде 1-ге тең. Көбейту x минус x0-дің мәні бізде 4-ден 1-ге тең. Плюс f-ат x0-дің мәні 2-ден 1-ге тең. Енді осы жақшаны ашып, ұқсас мүшелерін біріктіріп жіберсек, бізде 1-ді x-ке көбейтеміз. x минус 4-ден 1 плюс 2-ден 1. Бұдан ортақ бөлімі 4. 4 2-ке бөлсек 2. 2-ден 1-ді азайтсам, x плюс 4-ден 1 болады. Яғни берілген жаңағы түбірасында x функциясының графигіне y тең x минус 5 түзуіне параллель болатын жанаманың теңдеуі y тең x плюс 4-ден 1 болады екен. Сонда жауабы y тең x плюс 4-ден 1.